Ассалаумағалейкум достар, сіздер бірге мен Нерби. Достар, яғни бүгін бізде қандай видео деп ойлайсыздар? Әрине достар, сіздер видеоның превьюінен көріп тұрғандай, бүгін бізде онтикке 10 сұрақ болмақшы достар. Арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар, және де онтиктің де арнасына тіркеліп кетіңіздер, ссылкасы описаниеда. Ал ендеше біз көп созбай видеомызға кеттік. Go! Достар, бізде өте керемет каткамыз басталды. Ал достар, бізді онтикке қоятын бірінші сұрақ: жасың кім? Жасың кім деп Йо, достар. Атың кім және де қай жылғысың? Менің шын атым Оңдалап, және мен 2005 жылғымын. Достар, бізде екінші сұрақ: қай қаладансың? Мен Ақтөбе қаласынан боламын. Бізде үшінші сұрақ: жасың нешеде? Жасым 17-де. Достар, онтиктің жасы 17 екен. Ал достар, бізде келесі сұрақ онтикке қоятын: ютубқа қай жылы келдің? Ютубқа мен негізі 2017-2016 жылдары келдім. Ең басында ютуб каналымда влог түсіріп жүрдім. Сосын мен одан кейін 2 жылдан кейін новидан бір тағдыр Райли деген канал аштым. Ол каналда мен 800 подписчикке жетіп, ол каналда сатып жібердім. И сосын үшінші міне осы басындағы 4000 подписчикке жеткен онтик деген каналым бар. Сол каналды аштым. Ол да сатылып кетті. Енді мен 4-ші каналым ашылып жатыр. Достар, бізде онтикке қоятын 5-ші сұрақ: дизайнерің бар ма? Дизайнерім бар, Достар, онтиктің дизайнер бар екен, түсінікті. Ал достар, біздің онтикке қоятын 6-шы сұрағымыз: ютубқа сені кім алып келді? ютубқа мен ешкім алып келген жоқ. ютубқа өзім келдім. Достар, онтикті ешкім ютубқа ертіп келген жоқ екен. Достар, ол онтик өзі келген екен да. Ал достар, біздің онтикке қоятын 7-ші сұрағымыз: сен туралы разоблаченияларға не айтасың? Мен туралы разоблаченияға не дейсің дейді, білмеймін. Маған жау тимейді, себебі мен ешкімге ешқандай зияным жоқ адам. Ешкіммен жеңе алмайды, өйткені мен ешкімге зияным жоқ. Өзімен өзім жүрген баламын, сонда маған ешкім ондай қатты разоблачение түсіре қояды деп айта алмаймын. Достар, бізде келесі онтикке қоятын 8-ші сұрақ: яғни сенің ютубтағы жан достарың кім? Менің ютубтағы жан достарым ол Slim KZ және Макс, тағы да көптеген балдар бар. Бекош, Мейірбек. Достар, енді яғни ең соңғы сұрақтың алдын ала айтайық. Енді бізде 9-ші сұрақ: қызың бар ма? Болған, қазір жоқ. Достар, қызы болған екен, но қазір онымен араласпайтын, он жүрмейді. Түсінікті бәрі. Ал ендеше достар, бізде ең соңғы сұрақ, 10-шы сұрақ: онтик подписчиктерге өз чувствоңды айтып кетті. Енді мен чувством, мен ютубқа келіп жатқан, мені қолдап жатқан жандарға барлығына үлкен рахметімді айтамын. Бәрі қарсы алып, каналы барлар сообщество салып беріп, маған поддержка беріп жатқандарына, бұлай жай комментарий жазғаның өзі мен үшін бір үлкен қуаныш, үлкен мотивация. Достар, енді сендерге рахмет, барлық мұз подписчиктерге, бәріне пока-пока. Достар, бүгінгі видео онтик туралы біраз фактор білген шығарсыздар. Ал достар, осымен видео аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Нерби. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Яғни онтиктің де арнасына тіркеліп кете салыңыздар, ссылкасы описаниеда, если что. Ал сіздермен бірге болған мен Нерби. Бәріңе пока-пока. Чао.